Армысыз қазақ елі, баршаңыздың шаңырақтарыңызға шаттық болсын. Мына қазақ деген халықпыз ғой, керемет, бай қуатты еліміз, бірақ бір-бірімен бірікпейміз, еш уақытта бірікпейміз. Зерттеуден зерттеу көп талдаулар жасадым. Қазір компьютердің дамыған заманы ғой, өтініш деген бар, программамен жасай салатын дүниелер, искусственный интеллект сияқты. Біздің қазақта соңғы осы 80 жылдың ішінде біз сондай искусственный интеллекті болып қаптық. Содан кейін қазақ бірікпейді екенбіз. Неге? Бізде бірікпейтін программа бар. Енді мен сіздерге түсінікті ретінде ол программаны түсіндіріп берейін. Мына Союз құралғалы, соғыс біткен бетте мынандай іс-шара қолданған. Шымкент жақтың халқына әйелдерге босанған қан құйғанда бәрін Өзбекстаннан әкеп құйған. Заң солай болған, только Өзбекстан берген. Мына Жамбыл қаласына қан тек қана Қырғызстаннан кеп құйылған. Босанған әйелдерге, жас балаларға қандай да бір сыворотка керек болса, солай әкеп құйылған. Содан кейін мына Ақтау, Атырау жақта бәрін Түркменстаннан әкеп құйған. Ол үкіметтің саясаты. Россияның іргесіндегілерге бәріне сыворотка, ДНК қан құрамы тек қана Россиядан келген. И Алматы облысы қалады. Алматы облысына Жаркенттен қан құйылған бізге. Тек қана сыворотка орталық, донорлық орталық Жаркент болған. Қалалық жерлерде болды, ол редкий случайларда болған. Үлкен адамдарға ғана. Енді қараңыздар, осы қанның бәрі 94, 96 ма, 97 ма, осы кездерде білесіздер, 90-дай бала спид ауруымен ауырды Шымкентте. Сол кезде ғана, бірақ уже Союз құлап бәрі біткенде, сол кезде ғана бір-ақ рет қана білді. Біз әлі күнге дейін сол ескі Россияның жарлығы емес деп атқанымыз, содан кейін сразу донорлықты тоқтатты, жан-жақтан әкелді. Оғанша солдаттардан қан алғыздырды. Сонда өзге ұлттардан алғызады, қазақтардан қан өткізуге апармаған. Енді ойлап көріңіз, біздің қазақ қаншама қанында өзге құрама тұр. Сондықтан біздің қазақ бірікпейді. Екінші, ол біріктіретін уақыты келеді. Адамның основания дейді ғой, бірінші бір клеткасы болады, генетикалық главный. Одан кейінгілердің бәрі құйылған сыворотка, құйылған қан, бұлардың бәрі екінші орындағы қан тобы, екінші процесс. Демек, копия, оригинал емес. Енді бізге бірігу үшін оригинал ДНК тұру керек. Ал енді ғылымды білетін адамдар жақсы түсінеді. Бір атомның клеткасы 23-24 хромосомадан тұрады. Сол 24 хромосома реакцияға түскен кезде клеткада қозғалыс болады, демек атомда қозғалыс болады. Бұндай бір апаттар болады. Адамның бойында атом соғысы болып жатыр қазір. Кейбір адамдар, қарайсыздар ма, аруақ оянып кетіп жатыр да, главный клеткасы оянғандар аруақты ұстай алмай, мен білем, етіп жатырдар. Кешегі сіздерде жаңағы Бағдагүл, басқа кісілер бар. Ойбай, анаған жамандап, мынаумен жамандап ұрысып жатыр. Олар ұрысып жатқан жоқ. Олар главный клеткасы оянып кетті, түсіне алмай жатыр. Ана копировка өшіп қалды. Екінші, біз халық екінші вариантта жұмыс жасап жатқанбыз. Сондықтан біздің көп халықтың бәрі жаңағы копиямен жұмыс жасап жатқан соң, біздің көп азаматтарымыз өзге ұлттың тілдерін, өзінің құрамында қаншалықты ДНК-сы бар, қаншалықты сатқындық ата тегінде қалды, сол дүниеде істеп жатыр. Енді бұның бәрі іште жарылыс болады. 5G деп жатыр, ойбай, 5 раса деп жатыр бәрі. Бұның бәрі мына күні болады. Не 19-ы, не 20-сы күні әр адамның ішіндегі атом клеткасы атылады. Оянады. Өзінің қай ұлт екен, өзінің ДНК-сы кім екен, руы кім екен, бәрі тоқталып, сразу клетка оянғанда
адамда үрей пайда болады. Неге дейсіз ғой? Біз ата тегімізге жалғанамай жатырық. Мен 1,5 жыл болды, толық айтып жатырмын. 7 аталарыңызды, нағашы жұрттарыңызды, қайын жұрттарыңызды, тай жұрттарыңызды түгендеп ДНК-лық түп тамырға жалғаныңдар. Уақыт келген кезде түпкі клеткадағы атом бірінші клетка оянады деп. Енді бұл клетка оянады. Осы кезде ешқандай қауіп қатерсіз қазақ шатасып қалмасын деп, мен соны есептеп 19 күні бұл атом клетка оянады. Жарылады кеудеңде, ол жарық болады. Соғанға дейін әркім өз ата тегіне ресіп алсын, әруағынан адасып қалмасын деп, мен бүткіл қазақтың әруағының барын басына тау етіп, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Семей, Нарынқол, Кеген, Қайынжар бар, Түркістан бәрін аралап, түп тамырын бәрін жинап, 8-і, 9-і ас берем деп жатырмын. Не үшін? Жетіскеннен ба, жоқ әлде асып па, тасып па? Жоқ, бүткіл мына қазақтар ДНК-лық точкада тұрса екен деймін. Өйткені қазақ құрып кетпеу керек. Біз бірінші біздің клеткада ояну пайда болады, атом бізде ояну болады. Содан кейін барып екінші өзгелерде болады. Бұл 19 күні болады. Бұл клетка ояну. Сол кезде үрей болады, қашқың келеді, өлгің келеді, жылағың келеді. Өзіңнің бұрынғы істеген қателерің бәрі көзің алдыңа келіп бірақ өтеді. Осы кезде не істеу керек? Сол кезде бір-біріне жалғану үшін қазір ешкім жеті атасын дұрыс жазып жатқан жоқ. Біреусін әкесін басқа жақтан туып ажырасты, әкесін айтпай жатыр, ана айтпай. Осының бәріне клеткалық шатасулар болады. Сонда шатасып қалмас үшін осындай тірлік жасап құрбандыққа келдім. Соңына дейін. Енді міне уже келді, 8-і де кеп қалды. Соңғы айтарым, менің ұрпақтарым шатасып жатыр. Қазір бәрі қуалап кетті. Кругом қарыз, анау мынау, осының бәрі ана клетканың копияның істегені. Енді оригинал оянғанда қазақ ата тегіне келеді. Ал енді ол 19 күні болады. Соған ұрынып қалмай, менің балашағым ұрынып қалмай, ниет қылам дегендеріңіз болса, мына бұл жерде ақшаның сумасы емес. Просто ата бабаларыңды аруағын атап, маған жазып жібермеңіздер. Өздеріңіз үшін менің атам, аруағым сол құрбандықтың ішіне қатысса екен деп 7 теңге ғана жіберсең де болады. Өйткені клеткалық шатасудан сақтасын Құдай. Оны бізде тексіз дейді. Біз текті қазақпыз, бірақ тегімізді мынандай копияның арқасында біз қазір адамгершіліктен кетіп қалдық. Сол копияны ояту үшін істеліп соңғы жасап жатқан бүгінге дейін мен бұны айтқан жоқпын. Неге десеңіз, жету керек адамның санасына, миына. Мен сондықтан бәленбай айлап, дайындап, бөліп арасында басқа тақырыптарды айтып отырып, алып келіп, шындық бұл. Дәлел болған оқиға және соңы. Бүткіл көріпкелдер ойбай, сөйтеді екен, бүйтеді екен деп жатыр ғой. Бұл ДНК-лық оянуда уақыт өзінің бұрынғы қалпына келеді. Уақыт сабырлы адам бір күнде барлық істеймін деген мақсат жұмыстарын істей алады. Уже 4-5 күн болды, сондай оқиға басталды. Тоқтадық. Уақыт өзі тоқтап, бұрын 17-18 сағат деді, қазір 24 сағатқа қайта келіп тоқтады. Енді мына клетканың оянғаны ғана қауіпті. Сондықтан ол клетка аруақ. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатқан клетка арқылы. Сондықтан ниет қылғам деп жатсаңыздар, менде Каспийде, Народныйда бәрі осы 707 362 2577. Ниет қылып жатсаңдар, бірақ іштеріңнен менің бәлен атам, өйткені мен құрбандықты шалып сойып жатқан кезде, мен кім айтпаймын ғой, бәлен адам қосты, төлен адам қосты, 2 сағат өтпеймін. Кімде кім аруағы ниет қылып осы дүниеге амал жасады, солардың бәрінің аруағына деп айтылады. Солардың мынау үлкен құрбандығы деп. Әкеме берілетін құрбандық ол бөлек. Олай 5 құрбандық шалып мен істеймін деп жатқан дүнием. Және Қазақстанның бір бұрышынан әркім өз ата тегіне қарай шақырдым, келіңдер деп. Өздерінің алатын баталарың бар, өздерінің беретін баталарың бар деп.
Олар уже дайын келатыр. Келіп қатысып кетем ішіне дегендеріңіз болса, 8 күн таң сағат 7-те Қаскелеңнің авторынктің жанынан қозғалады машина. 7 уже 30-да қозғалып кетеді. Сондықтан 6-да болсаңыздар, газельдер тұрады. Береке деген авторынкке қарсы Қаскелеңнің бұрынғы Үшқоңырдың ішінде газельдер тұрады. Таңғы сағат 6-да уже газель тұрады сол жерде. Кеп мініп келсеңіздер болады. Бар болыңыздар.